Үй жағдайында осындай кереметтей болып шығатын коржиктерді жасаймыз. Аз ғана мөлшерден өте көп болып шығады. Осындай жұмсақ болып шығатын коржиктерді бірге жасаймыз. Ал ендеше видеоны соңына дейін қараңыз. Бізде осылай нәзік жұмсақ болып шығады. Ыдысымызға айранымызды құйып аламыз. Видеоны қарамас бұрын лайк басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал енді қантымызды қосамыз. Венчикпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Ал енді 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. Және де сұйық майымызды қосып аламыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Массамызды толықтай біріктіреміз. Ал келесі 2 пиала ұнымызды салып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Дәміне қарай ванильді қантты және қамыр қопсытқышын қосамыз. Венчикпен араластырып аламыз алғашында. Ал енді қалған ұнымызды қосып, қамырымызды илеп аламыз. Біркелкі тегіс болғанша илеп шығамыз. Неге бізде осындай жұмсақ болып шығады, кішкене ғана тындырып қоямыз. Ал енді осындай қалыңдықта жайып аламыз. Үйдегі кез келген осындай дөңгелек затпен пішіндерін келтіріп аламыз. Бізде дәл осындай 30 данасы шығады. Барлығында осылай кесіп аламыз. Ал енді ыдысымызға салып аламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста пісіреміз. Жұмыртқаның сарысына кішкене айранды араластырып, осындай щеткамызбен жағып аламыз. Үстінен жағып шығамыз. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.